Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішінде қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Әйелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң, қара жер де береді, құр тастамайды. Кімде-кім сырттан естіп білу, көріп білу секілді нәрселерді көбейтіп алса, ол көп жинағаны бар адам. Ондай кісі жаңа естіп, көріп білгендерін сынап, орынды орынсызын бағанағы жиған нәрселеріне қарай есеп қылады. Бұлай еткен адамды ақылды адам дейміз. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Биікке шықсаң, билікке де шығасың. Әйел затының әдемілігі оның киген киімінде немесе оның сымбатында һәм шаш үлгісінде емес. Әйел әдемілігі оның көздерінде, өйткені көз оның махаббатқа толы жүрегіне апарар бірден бір жол. Барлығы сені ашуланып ұрсады деп ойлаған жерде сабыр сақта. Барлығы сені тізерлеп жылайды деп ойлаған жерде күлімде. Адамдарға ешқашан әлсіз тұсыңды көрсетпе. Әйелің жылап жатқанда онымен анасы сияқты сырлас. Әйелің өзін әлсіз сезінгенде әкесі сияқты қамқор бол. Әйелің қателік қылғанда ағасы сияқты түсіндір. Әйеліңнің бір нәрсеге көңілі толмағанда оған дос сияқты бол. Әйеліңе кеңес керек болғанда әпкесі сияқты бол. Оған жұбай ретінде адал бол және әрқашан жаныңда екенін сезіндір. Әйеліңіз әдемі болсын десеңіз, көңіл бөлуден жалықпаңыз. Сонда ол құлпырады, мейірленеді, сүйеді, әлемді тербетеді. Адам боп туу анадан, айуан боп кету өзіңнен. Ақша жақсы қызметші, бірақ жаман қожайын. Ағаштың балтаға айтқаны сенің мені шапқанына емес, сабыңның менен болғанына қатты қапа боламын. Бақытты сырттан емес, жүрегіңнен таба біл.